Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз духовкада картошка қосылған пирожки жасаймыз. Оған жылы сүт, тұз, шекер, екі жұмыртқа жарамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмсақ болу үшін сұйық май құямыз. 2 шай қасық сметана қосамыз. Араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған дрожжымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды салып, қамырымызды жұмсақтау қылып иілеп, 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Енді пирожкидің ішіне салатын картошкамызды дайындаймыз. Картошкамызды суға қайнатып қоямыз да, пиязымызды қуырып, картошкамен бірге араластырамыз. Сосын шамалы тұз саламыз. Қызыл бұрыш салып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Қамырды алып, кішкентай бөлшектерге бөліп қоямыз. Қамырларымыз дайын. Арасына картошка салып, дәл осындай қылып жасаймыз. Міне пирожкилеріміздің бәрін жасап қойдық. Пирожки жылтырап тұру үшін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетіне күнжіт немесе тмен сеуіп, 180 градусқа духовкаға пісіріп аламыз. Біздің пирожкиларымыз дайын. Астарың дәмді болсын. Каналымызға жазылыңыздар.